This little piggy went to the market. Кристина Агилерадан қалыспауды көздеген отандық жұлдыздар жаппай пародия жасауға кірісіп кетті. Қазақстанда қыз алып қашу дәстүрінің жаңаша үлгісі пайда болды. Скарлетт Йохансонды ұрлық жасады деп айыптауда. Сүйер едім. Әли Оқаповтың тыңдармандарына тағы бір тың дүние тарту етпек. Сәлем достар. Пародия жанрын мықты меңгерген әншілерді білесіз бе? Біз бүгін осы өнерде бойынан табылатын танымал тұлғаларды таныстырмақпыз. Бұл тізімде шоу-бизнес өкілдері, медиалық тұлғалар, тіпті продюсерлер де бар. Өзгені айнытпай салудан алдына жан салмайтын жандардан шеберлік сабағын қабыл алыңыздар. Қазақстандық әншілердің ішінде пародияға жаны жақын айқын болып шықты. Біз берген тапсырманың бәрін мүдірмей орындап, кез келген өнер иесін айнытпай салатынын дәлелдеді. But I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Цирк әртісі Мұрат Мұртұрғанов болса, керісінше айқынға пародия жасауды жөн деп тапты. Бірақ әнші менің образымды қайталау қолынан келмеді ғой деп қысқа қайырды. Айкын, посмотри на меня, как дела у тебя? Айқынды салу оңай болса керек, себебі өнер иелерінің көпшілігі Төлепбергенов мырзаның репертуарындағы әндерді орындап, оның сахнада үнемі жасайтын қылықтарын көрсетуден алдарына жан салмады. Ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені? Ну, из меня плохой пародист, если что, извините, Айқын кешір ұнамай қалса. Бұған қоса өнерпаздардың барлығына Нұржан Керменбаевты салу түкке тұрмайтын сында. Бәлкім бұл Қапқарашканың образындағы ерекшеліктерінің басым болуының белгісі шығар. Қайдасың асылым, қайдасың ғашырым, қайдасың жасырым, қайдасың сен? Қайдасың асылым, қайдасың жасырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен? This little piggy went to the market. 25 миллионға жуық ғаламтор қолданушысы тамашалап үлгерген Кристина Агилераның пародиясынан соң отандық өнер иелері де Бритни Спирсті салуды жаппай үйрене бастаған сында. How was it? Она же так языком сидит. And to know that something wasn't right. Oh baby, baby, I did it again. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know something wasn't right, yeah. Статистика бойынша әлемде ең көп пародия Майкл Джексонға жасалады екен. Бұл үрдістен Луина мен Мұрат Мұртұрғанов та қалыс қалмайтын болып шықты. Біздің әншілерге берген тапсырмамыз Алуа Қонарованы көрерменге жаңа қырынан танытқан сында. Продюсер бала күнінен Ресейдің мэтэрларына пародия жасап өскен екен. Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь, и слышу я, мой Бог, твой каждый вздох. Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь, и слышу я, мой Бог, твой каждый вздох. Пародия өнермен айналысатын жандар бір ғана образдың өзін шығару үшін бір жылға жуық дайындалатыны белгілі. Әрбір қимыл, мимика, дауыстың ерекшелігіне де аса мән бере отырып әзірленген жағдайда ғана жанрдың талаптары толық орындалады деп атауға болады. Ал бүгінгі сюжет әншілерді өзге қырынан танытып, көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін жасалды. Адема Сейфулла, Дәулет Атабаев, Ревю жаңалықтары. Милан сән апталығында әлемнің ең мықты сәнбикелері Фенди қыз күз 2015 топтамасында бой көрсетті. Шоуды қаусырмалы, ақшыл сары пальто киген Даутсен Крез ашты. Сән әлемінде ешкімге дес бермейтін Лили Дональдсон, Джейми Бошер, Линди Уиксон сынды сұлулардың арасынан тек Кара Делавин көрінбеді. Биыл Милан сән апталығы таңғалдырудан жалықпады. Фендиден кейін сахна төріне Роберто Кавалидің сәнбикелері шықты. Түнгі клубтағы әуендерді жаңғыртып қана қоймай, көрсетіліміне 17 жасар бойжеткен қыздарды таңдаған дизайнер қазіргі сәтте оған жалындаған жастық шақтың жетпей тұрғанын айтып ақталды. Жиналған жұрт шоуды тағатсыздана күтіп тұрған кезде маэстро соңғы әзірлік жұмыстарын жасап жатты. Қайталанбас идеясын жүзеге асыру үшін барын салған сәнгер негізгі акцентті жастық шаққа жасапты.
Маған бұл идея 2-3 күннің ішінде келді. Шынайы махаббатпен жасалған дүниенің бағасын жастар береді. Себебі бұл коллекция соларға арналған. Көрсетілімде бой көрсеткен жас қыздар күрең қызыл қыша түсті киімдермен шыққанда жиналған саңқойлар таңданысын жасыра алмады. Жастық ұғымына қарама-қайшы келетін реңдер дизайнердің ойын айшықтап көрсете алмады. Прада болса сәнбикелерді жас ерекшелігіне емес, дене бітіміне қарап таңдады. Сән сахнасына шыққан талдырмаш сұлу қыздардың салмағы 45 килограммнан аспады. Дегенмен дизайнерлер жұртшылықтың назарын аруларға емес, топтамаға аудартуға тырысты. Миучи Прада ханым жасылды нәзік ақшыл түспен ұтымды үйлестіре білген. Пальто, спорттық шалбар, ал бейнені жайтабан аяқ киіммен толықтырған сән үйі биыл осы стильмен шектелуді жөн көріпті. КВН-нің түлектері Нұртас Адамбаев пен Дәурен Айдарқұловтың арасынан қарамысық өтті. Нақтырақ айтсақ, отбасылық қос әзілгеш бір қызға ғашық болып қалса керек. Олардың сезімін селт еткізген Аружан Жазылбекова екен. Актрисаның күйеуі қайда қарап отыр деген заңды сауал туындайды. Бұл сұрақтың жауабы келесі сюжетте баяндалады. Қос әзілкеш Дәурен Айдарқұлов пен Нұртас Адамбаевтың жолы тағы түйісті. Бірақ кездесулері КВН сахнасында емес, кино түсіру алаңында өтті. Олардың қатарында актриса Аружан Жазылбекова да бар. Мы сделаем самую лучшую свадьбу в этом городе. «Свадьба на троих» деп аталатын кино картинаның күні кеше тұсаукесері өтіп, көрсетілім алаңында шығармашылық ұжым баспасөз мәжілісін өткізді. Бұл фильмде көнеден келе жатқан қыз алып қашу дәстүрі заманауи түрде жалғасын табады. Алаяқ жігіт азаматтың бастан кешкен оқиғалары киноның көркін қыздырған. Хорошо, что все хорошо кончается. Бұл Айдарқұловтың кино әлеміндегі алғашқы қадамы. Актердің сөзіне сенсек, кинодағы алаяқ азамат пен өмірдегі Дәуреннің ұқсастықтары көп екен. Қыздарға қатысты кішкене шамалы аферистический движениялар болды. Бірақ Құдайға шүкір оның бәрін қойдық. Бірақ есте қалды. Соны мүмкіндігімізше еске түсіріп кинода көрсеттік. Жүрген жеріне шөп шықпайтын азаматтың бұл фильмдегі басты серіктесі Аружан Жазылбекова сомдаған Әлия есімді бойжеткен. Бірақ кинода тәжірибесі мол Аружанның комедия жанрындағы толықметражды алғашқы фильмі. Сондықтан біраз қиындықтарды бастан кешірген екен. Көбісі комедия жанрында түсірілген фильмдерді көңілді, оңай деп ойлайды. Ал шын мәнісінде бірнеше дубльдер жасап образға ену қиынның қиыны. Қарапайым жұрт режиссерді актерлерге мінез көрсетіп, менменсініп жүретін кейіпті елестетеді. Бұл қалыптасқан образға Асқар Бейсенбин мүлдем сәйкес келмейді. Дәурен және Нұртаспен біз әрдайым әзілдесіп отырамыз. Себебі осыдан 12 жыл бұрын КВН ойнағанбыз. Соның әсері болар. Түсірілімді де көңілді өткіздік. Сонымен «Свадьба на троих» кино картинасында азамат досы Тимурдың қалыңдығымен бақытты ғұмыр кешуге бел буады. Ал оған дейінгі қызықтардың қалай өрбитінін 5 наурыздан бастап барлық кинотеатрлардан тамашалай аласыздар. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Скарлетт Йохансонның басы дауға қалды. Осыдан біраз уақыт бұрын актрисаның әншілікке бет бұрып, The Singles тобын құрғанын айтқан болатынбыз. Дегенмен, дәл осындай атаумен 15 жыл бойы өнер көрсетіп жүрген топ Скарлетті сотқа берген көрінеді. Әнші боламын деп басып әлеге қалған Скарлетт Йохансон сот залынан бірақ шықты. Оның құрған The Singles тобы енді атауын өзгертуге мәжбүр. Дәл осындай атпен 15 жыл бұрын құрылған топ мүшелері өздерінің заңды атауларын иемденген актрисаны сотқа беріп дегеніне жетті. Алғашқы әндерін жазып қойған Скарлеттің құрамасы енді жаңа атауды ойластыру үстінде. Ал қызуғанды Наоми Кэмпбелл үнемі дау-дамайдың ортасында жүреді. Күні кеше ғана қырағы папараццилардың бейне объективіне ілінген сәнбике олардан камераны алып тастауын өтінген. Бір-екі айтқанынан көндіре алмаған соң техниканы талқандауға кірісіпті. Дегенмен уақыт өте сабасына түскен сұлу ресми түрде кешірім сұрады. Бұл Наомидің алғашқы дөрекілігі емес. Осыған дейін сәнбикенің үй қызметшісі, көлік жүргізушісі, тіпті жеке дәрігері оның бұзақылығын айтып шағымданған болатын. Атаңызға айналған Уитни Хьюстонның жалғыз қызы Бобби Кристина Браунның жағдайы жақсарар емес. Ауруханада дәрігерлердің бақылауында жатқан жас қыздың сіңірлері тартыла бастаған көрінеді. Оны жақсылыққа баламаған американдық ақ халаттылар Бобби Кристинаны жасанды комадан шығаруға бас тартып отыр. Бұл өз кезегінде дәрігерлердің қыздың өмірі үшін ары қарай күреспейтінін айғақтайды. Ал ғажайыпқа сеніп отырған Боббидің жақындары әлі де үміттерін үзген жоқ. Айжан Бағлан, ревью жаңалықтары. Біраз уақыттан бері шығармашылығы саябырсып қалған Әли Оқапов осы олқылықтың орнын толтыруға белшеше кірісіп кетті. Су жаңа әндер жаздырып, таяуда Ташкентте бейнебаянда таспалап үлгерді. Түсірілім алаңынан эксклюзивті кадрларын жолдаған өнер иесі шәкірті Индира Еділбаеваға да шетелде клип түсіруге аттанып кеткенін жеткізді.
Али Оқаповтың жаңа бейнебаян үшін таңдалған сүйер едім әні халықтың құлағына ілгеріде жетіп қойғанда. Тіпті әншінің алғашқы үнтаспасын ақтарып тыңдасаңыз да, бірден табарыңыз хақ. Бейнебаян Ташкентте таспаланда, түсірілім алаңында жұмыс істеген командада ала шапанда ағайындар. Қыстың ызғарлы суық күніне қарамастан жылы мезгілді бейнелеуге тура келген. Бұған қоса кадрда жаңбыр жаудырып, күнді қолдан көркіреткен. Бейнебаянды ерекше кадрлармен көркемдеу үшін операторларға бассейннің ішінде бірнеше сағаттап жұмыс істеуге тура келді. Али соңғы клипін өткен жылдың жаз айларында жарыққа шығарған еді. Ол кезде әнші бозбала бейнесінде танылса, тың туындысында өмірлік тәжірибе жинап, есейген ер жігіттің образын көрсеткен. Бір бейнебаян түсірем деп масайрап қалатындардың қатарында Али жоқ. Әнші таяуда ғана ауруханадан шыққанына қарамастан түрлі концерттерге қатысып, әлеуметтік шараларға да жиі атсалысып жүр. Бұған қоса, бүгін таңертең жаңа жобасы Индира Еділбаеваға бейнебаян түсіру үшін шетелге аттанып кетті. Адема Сейфулла, ревю жаңалықтары. Айыппұл тұрағындағы темір тұлпарлардың қожайындары қайда? Қадірлі жасқа келген Мадонна кешегі келеңсіз оқиғадан кейін қандай ой түйді? Әнші Бақыт Алтайдың соңғы клипінің сюжеті ұрланған болып шықты. Алматыдағы аузы мұрны ескі көліктерге толы айыппұл тұрағы жиі көзіме ілінеді. Өзім көлік тізгінінде жүргендіктен иелері сарғая күткен темір тұлпарлардың тағдыры менде мазалайды. Мамандар кейбір көліктердің тоғытылғанына 10 жылдай уақыт болғанын айтып, олардан құтылудың амалдарын қарастыруда. Көлігін пір тұтатын автоәуесқойлар жетерлік. Темір тұлпарды жақынындай күтіп қарау қазіргі заманда үйреншікті құбылысқа айналған. Бірақ оның өзі автотұрақтарда шаң жинаған автомобильдердің санын азайтып отырған жоқ. Алматыдағы мына айыппұл тұрағындағы көліктер өз иелерін көрмегелі 10 жылдың жүзі болыпты. 150 темір тұлпарға арналған жерге қазірдің өзінде 250-ге жуық көлік сыйдырған. Жол полициясының ақпаратына сүйеніп, автомобиль қожайындарына іздеу салған тұрақ иелері еш нәтижеге қол жеткізе алмай отыр. Көбін адрестерін бойынша таппадық. Көбі көшіп кеткен, ол жерде тұрмайды. Кейбіреуін тапқанымыз өзінде олар жаңағы мен көлікті доверенностьпен сатып жібергем, оған ешқандай қатысым жоқ, осыдан бір 10 жыл бұрын сатып жібергем деп, иелері сондай жауаптармен қайтып отыр. Күніне әр айыппұл тұрағына орта есеппен алғанда 10 көлік келіп түседі. Айыпақы тәулігіне 909 теңгені құрайды екен. Енді есептей беріңіз, 10 жыл жатқан автомобильді шығарып алу үшін 3 миллион теңгеден астам қаражат қажет. Тұрақтап тұрған темір тұлпарлардың тең жартысы жол көлік апатынан жеткізілген. Оны бір кісі іске жарамсыз деп тастаса, екіншісі ырымдап қайтарып алуға әрекеттенбейтін көрінеді. Соңғы жылдары бұл жерде бағалы автомобильдердің көбеюіне байланысты көлік мінерлер де машинасына жауапкершілікпен қарайтын болды. 2014-2015 жылдары көлік иелері өздерінің көлігін алуға өте тырысады. Ол жағынан біз мысалы өзіміз қуаныштымыз. Неге десеңіз, биылғы 2015 жылы осы январь-февраль 2 айының ішінде біз кірген 860 көлік болса, соны біз 950 дейін қайтардық. Яғни 2 айдың ішінде 33-40 көлікте артығымен қайтарып. Соңғы жылдың көрсеткіші жақсарғанымен ескі көліктердің мәселесі бір жақты болмай отыр. Ол енді әкімшілік деңгейінде шешілетін мәселе дейді автотұрақ иегері. Ал шетелдік тәжірибеге көз жүгірсек, істен шыққан айыппұл тұрағындағы машиналарды жаппай өңдеуге жібереді екен. Жарамсыз көліктер арнайы алып ұнтақтағыш техниканың көмегімен үгітіліп, одан таптырмас болат қалдықтары ажыратылып алынады. Ол машина заводтарына шикізат ретінде жіберіледі екен. Осылайша ескірген дүниеден су жаңа машина шыға келеді. Бұл сұраққа Қытай халқы да бейжай қарап отырған жоқ. Жақында енгізілген жаңа заңға байланысты ғұмыры 9 жылдан асатын әрбір машина өңдеуге жіберілуі тиіс. Айжан Бағлан, Сәулеш Сатыбалды, ревю жаңалықтары. Кеше сахнада сәтсіздікке тап болған Мадоннаның жанкүйерлері қатты алаңдаулы. Ол ән салып тұрып, оң байқалаған болатын. Өнер иесі өзінің тыңдармандарына денсаулығының жақсы екенін айтып, әлеуметтік желі арқылы жауап жазған. Тек қана теледидардан тамашалайтын жұлдыздарымыз да етпен сүйектен жаралған. Бұлай деуімізге себеп те бар. Әйгілі әнші Мадонна кеше тыңдармандарының алдында ұятқа қалды. Өнер иесі ән шырқап тұрып, мынадай келеңсіз оқиғаға тап болған еді. Өнер әлемінде дәл осындай оқиғаны бастан кешкен тек Мадонна емес, біз бүгін жанкүйерлерінің алдында өнер көрсетіп тұрған жұлдыздарымыздың сәтсіз оқиғаларын ұсынамыз. Бұл тізімде ресейлік әнші Филипп Киркоров та бар. Ол бір жолы тыңдармандарын әнмен емес, өзінің икемсіз қылығымен қыран-топан күлкіге ғарқ қылған. Киркоров осындай оқиғаның кейіпкері болып жатқанда, оның әріптесі Николай Басков та дүйім жұртқа мынадай қызық сыйлаған болатын.
Бұл топтамада әнші Рианна да бар. Ол ән салғанда еш нәрсені елемейтін көрінеді, бірақ сол қылығының кесірінен сәтсіздікке тап болатын кездері де жоқ емес. Ал америкалық актриса Дженнифер Лоуренс болса, Оскар сыйлығын марапаттау рәсімінде тепе-теңдік сақтай алмады ма? Әлде етегіне шалынып баспалдаққа жатып қалды ма? Әйтеуір жоғарыдағы әріптестерінің жолын қуды. Мұндай жағдай Бейонстың да басынан айналып өтпеді. Ол кезекті концертінде сахнадағы баспалдақтан оңбай құлаған болатын. Тек әнмен емес бастарына түскен сәтсіздіктермен де жұртты елең еткізетін жұлдыздарымыздың қызықтары таусылмасын. Серікқазы Аязбаев, ревью жаңалықтары. Осыдан біраз уақыт бұрын әнші Бақыт Алтай бейнебаянның түсірілімін бастап кеткен болатын. Араға уақыт салып, аталмыш клипте дайын болып үлгерді. Бірақ тың туынды дайын болғанымен бейнебаянның сюжеті шетелдік өнерпаздың клипінен айна қатесіз көшіріп алынған көрінеді. Олай болса, қос клиптегі ұқсастықтарды дәл қазір бірге талқылап көрелік. Әнші Бақыт Алтайдың жуырда жарық көрген «Бір сенедің» атты су жаңа клипі сәтсіздікке тап болды. Күз кезінде дәл осы бейнебаянның түсірілім алаңына барғанымызда Бақыт клиптің сюжеті жайлы былай деген болатын. Клиптің тақырыбы негізі әкесін жолын қуған бала. Бұл жерде әкеге деген махаббат. Бағана сендер көрген сюжет ол қыздың күйеуін ойлап атқан кез. Бұл жерде анау күйеуі ойнап атқан жасық шағын еске алып жатыр. Бұл жерде воспоминание андай ескі елестетіп алып жатыр. Бірақ бұл клип көшірме болып шықты. Сөйтсек әнші американдық Linkin Park тобы түсірген туындының сюжетімен қоса бейне кадрларында айнытпай қайталағаны бірден көзге түсті. Қос клиптің бастапқы кадрынан соңғы бейнелеріне дейін көшіру кімнің ойына келді деген сауалға бейнебаянға режиссерлік еткен әншінің өзі жауап берсін. Екінші клибінің режиссері өзім болып жатырмын, жайлап режиссер жағынан көріп жатырмыз, оңай емес екен. Мұндай жағдайлар біздің елде бірінші рет емес. Бақыт Алтай өзге елдің өнерпаздарының идеясын ұрлап жатса, қазақстандық әншілердің де клипін қайталаған шетелдік жұлдыздар да бар екен. Оған дәлел Динара Сұлтан мен латвиялық әнші Эвелинаның мына бір бейнебаяны. Бір-бірінің клиптеріне құда түскен өнерпаздар толастар емес. Сондай-ақ отандық Chick Flick тобының туындысымен ресейлік серебролық қыздардың ойы бір жерден шығып отыр. Оған да келтірер дәлеліміз бар. Бақыт Алтайдың режиссерлығынан туындаған клиптің сюжеті сәл уақыт өткен соң енді өзге елден сыңарын тауып жатпаса болғаны. Серікқазы Аязбаев, Дәулет Атабаев, ревью жаңалықтары. Бүгінге айтарымыз осы. Ал ревью бағдарламасын дүйсенбі күні 22:30-да тамашалаңыздар. Көріскенше күн жақсы. Көлік тізгінінде жүргендіктен иелері сарғая күткен темір тұлпарлардың тағдыры менде мазалайды. Мамандар кейбір көліктердің тоғытылғанына 10 жылдай уақыт болғанын айтып, олардан құтылудың амалдарын қарастыруда. Көлігін пір тұтатын автоәуес қойлар жетерлік. Темір тұлпарды жақынындай күтіп қарау қазіргі заманда үйреншікті құбылысқа айналған. Бірақ оның өзі автотұрақтарда шаң жинаған автомобильдердің санын азайтып отырған жоқ. Алматыдағы мына айыппұл тұрағындағы көліктер өз иелерін көрмегелі 10 жылдың жүзі болыпты. 150 темір тұлпарға арналған жерге қазірдің өзінде 250-ге жуық көлік сыйдырған. Жол полициясының ақпаратына сүйеніп, автомобиль қожайындарына іздеу салған тұрақ иелері еш нәтижеге қол жеткізе алмай отыр. Көбін адрестерін бойынша таппадық. Көбі көшіп кеткен, ол жерде тұрмайды. Кейбіреуін тапқанымыз өзінде олар жаңағы мен көлікті доверенностьпен сатып жібергем, оған ешқандай қатысым жоқ, осыдан бір 10 жыл бұрын сатып жібергем деп, иелері сондай жауаптермен қайтып отыр. Күніне әр айыппұл тұрағына орта есеппен алғанда 10 көлік келіп түседі. Айыпақы тәулігіне 909 теңгені құрайды екен. Енді есептей беріңіз, 10 жыл жатқан автомобильді шығарып алу үшін 3 миллион теңгеден астам қаражат қажет. Тұрақтап тұрған темір тұлпарлардың тең жартысы жол көлік апатынан жеткізілген. Оны бір кісі іске жарамсыз деп тастаса, екіншісі ырымдап қайтарып алуға әрекеттенбейтін көрінеді. Соңғы жылдары бұл жерде бағалы автомобильдердің көбеюіне байланысты көлік мінерлер де машинасына жауапкершілікпен қарайтын болды. 2014-2015 жылдары көлік иелері өздерінің көлігін алуға өте тырысады. Ол жағынан біз мысалы өзіміз қуаныштымыз. Неге десеңіз, биылғы 2015 жылы осы январь-февраль 2 айының ішінде біз кірген 860 көлік болса, соны біз 950 дейін қайтардық. Яғни 2 айының ішінде 33-40 көлікте артығымен қайтардық. Соңғы жылдың көрсеткіші жақсарғанымен ескі көліктердің мәселесі бір жақты болмай отыр. Ол енді әкімшілік деңгейінде шешілетін мәселе дейді автотұрақ иегері. Ал шетелдік тәжірибеге көз жүгіртсек, істен шыққан айыппұл тұрағындағы машиналарды жаппай өңдеуге жібереді екен.
Жарамсыз көліктер арнайы алып ұнтақтағыш техниканың көмегімен үгітіліп, одан таптырмас болат қалдықтары ажыратылып алынады. Ол машина заводтарына шикізат ретінде жіберіледі екен. Осылайша ескірген дүниеден су жаңа машина шыға келеді. Бұл сұраққа Қытай халқы да бейжай қарап отырған жоқ. Жақында енгізілген жаңа заңға байланысты ғұмыры 9 жылдан асатын әрбір машина өңдеуге жіберілуі тиіс. Айжан Бағлан, Сәулеш Сатыбалды, ревью жаңалықтары. Кеше сахнада сәтсіздікке тап болған Мадоннаның жанкүйерлері қатты алаңдаулы. Ол ән салып тұрып, оң байқалаған болатын. Өнер иесі өзінің тыңдармандарына денсаулығының жақсы екенін айтып, әлеуметтік желі арқылы жауап жазған. Тек қана теледидардан тамашалайтын жұлдыздарымыз да ет пен сүйектен жаралған. Бұлай деуімізге себеп те бар. Әйгілі әнші Мадонна кеше тыңдармандарының алдында ұятқа қалды. Өнер иесі ән шырқап тұрып, мынадай келеңсіз оқиғаға тап болған еді. Папараццилардың бейне объективіне ілінген Сәмбике олардан камераны алып тастауын өтінген. Бір-екі айтқанынан көндіре алмаған соң техниканы талқандауға кірісіпті. Дегенмен уақыт өте сабасына түскен сұлу ресми түрде кешірім сұрады. Бұл Наомидің алғашқы дөрекілігі емес. Осыған дейін Сәмбикенің үй қызметшісі, көлік жүргізушісі, тіпті жеке дәрігері оның бұзақылығын айтып шағымданған болатын. Атаңызға айналған Уитни Хьюстонның жалғыз қызы Бобби Кристина Браунның жағдайы жақсарар емес. Ауруханада дәрігерлердің бақылауында жатқан жас қыздың сіңірлері тартыла бастаған көрінеді. Оны жақсылыққа баламаған американдық ақ халаттылар Бобби Кристинаны жасанды комадан шығаруға бас тартып отыр. Бұл өз кезегінде дәрігерлердің қыздың өмірі үшін ары қарай күреспейтінін айғақтайды. Ал ғажайыпқа сеніп отырған Боббидің жақындары әлі де үміттерін үзген жоқ. Айжан Бағлан, ревью жаңалықтары. Біраз уақыттан бері шығармашылығы саябырсып қалған Әли Оқапов осы олқылықтың орнын толтыруға белшеше кірісіп кетті. Су жаңа әндер жаздырып, таяуда Ташкентте бейнебаянда таспалап үлгерді. Түсірілім алаңынан эксклюзивті кадрларын жолдаған өнер иесі шәкірті Индира Еділбаеваға да шетелде клип түсіруге аттанып кеткенін жеткізді. Әли Оқаповтың жаңа бейнебаян үшін таңдалған сүйер едім әні халықтың құлағына ілгеріде жетіп қойғанда. Тіпті әншінің алғашқы үнтаспасын ақтарып тыңдасаңыз да бірден табарыңыз хақ. Бейнебаян Ташкентте таспаланда, түсірілім алаңында жұмыс істеген командада ала шапанды ағайындар. Қыстың ызғарлы суық күніне қарамастан жылы мезгілді бейнелеуге тура келген. Бұған қоса кадрда жаңбыр жаудырып, күнді қолдан көркіреткен. Бейнебаянды ерекше кадрлармен көркемдеу үшін операторларға бассейннің ішінде бірнеше сағаттап жұмыс істеуге тура келді. Әли соңғы клипін өткен жылдың жаз айларында жарыққа шығарған еді. Ол кезде әнші бозбала бейнесінде танылса тың туындысында өмірлік тәжірибе жинап есейген ер жігіттің образын көрсеткен. Бір бейнебаян түсірем деп масайрап қалатындардың қатарында Әли жоқ. Әнші таяуда ғана ауруханадан шыққанына қарамастан түрлі концерттерге қатысып, әлеуметтік шараларға да жиі атсалысып жүр. Бұған қоса, бүгін таңертең жаңа жобасы Индира Еділбаеваға бейнебаян түсіру үшін шетелге аттанып кетті. Адема Сейфулла, ревью жаңалықтары. Айыппұл тұрағындағы темір тұлпарлардың қожайындары қайда? Қадірлі жасқа келген Мадонна кеше келеңсіз оқиғадан кейін қандай ой түйді? Әнші Бақыт Алтайдың соңғы клипінің сюжеті ұрланған болып шықты. Алматыдағы аузы мұрны ескі көліктерге толы айыппұл тұрағы жиі көзіме ілінеді. Өзім Кристина Агилерадан қалыспауды көздеген отандық жұлдыздар жаппай пародия жасауға кірісіп кетті. Қазақстанда қыз алып қашу дәстүрінің жаңаша үлгісі пайда болды. Скарлетт Йоханссонды ұрлық жасады деп айыптауда. Сүйер едім. Әли Оқапов тыңдармандарына тағы бір тың дүние тарту етпек. Сәлем достар. Пародия жанрын мықты меңгерген әншілерді білесіз бе? Біз бүгін осы өнерде бойынан табылатын танымал тұлғаларды таныстырмақпыз. Бұл тізімде шоу-бизнес өкілдері, медиалық тұлғалар, тіпті продюсерлер де бар. Өзгені айнытпай салудан алдына жан салмайтын жандардан шеберлік сабағын қабыл алыңыздар. Қазақстандық әншілердің ішінде пародияға жаны жақын айқын болып шықты. Біз берген тапсырманың бәрін мүдірмей орындап, кез келген өнер иесін айнытпай салатынын дәлелдеді. But I can't help falling in love with you. For I can't help falling
Мұрат Мұтырғанов болса керісінше айқынға пародия жасауды жөн деп тапты. Бірақ әнші менің образымды қайталау қолынан келмеді ғой деп қысқа қайырды. Айкын, посмотри на меня, как дела у тебя? С кем же? Айқынды салу оңай болса керек, себебі өнер иелерінің көпшілігі Төлепбергенов мырзаның репертуарындағы әндерді орындап, оның сахнада үнемі жасайтын қылықтарын көрсетуден алдарына жан салмады. Ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені? Ну, из меня плохой пародист, если что, извините, Айқын кешір, ұнамай қалса. Бұған қоса өнерпаздардың барлығына Нұржан Керменбаевты салу түкке тұрмайтын сында. Бәлкім бұл Қапқарашканың образындағы ерекшеліктерінің басым болуының белгісі шығар. Қайдасың асылым, қайдасың ғашырым, қайдасың жасырым, қайдасың сен? Қайдасың асылым, қайдасың ғасырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен? This little piggy went to the market. 25 миллионға жуық ғаламтор қолданушысы тамашалап үлгерген Кристина Агилераның пародиясынан соң отандық өнер иелері де Бритни Спирсті салуды жаппай үйрене бастаған сында. How was it? Она ж так языком сидит. And to know that something wasn't right. Oh baby, baby, I did it again. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know something wasn't right, yeah. Статистика бойынша әлемде ең көп пародия Майкл Джексонға жасалады екен. Бұл үрдістен Луина мен Мұрат Мұтырғанов та қалыс қалмайтын болып шықты. Біздің әншілерге берген тапсырмамыз Алуа Қонарованы көрерменге жаңа қырынан танытқан сында. Продюсер бала күнінен Ресейдің мэтэрларына пародия жасап өскен екен. Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь, и слышу я, мой Бог, твой каждый вздох. Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь, и слышу я, мой Бог, твой каждый вздох. Пародия өнермен айналысатын жандар бір ғана образдың өзін шығару үшін бір жылға жуық дайындалатыны белгілі. Әрбір қимыл, мимика, дауыстың ерекшелігіне де аса мән бере отырып әзірленген жағдайда ғана жанрдың талаптары толық орындалады деп атауға болады. Ал бүгінгі сюжет әншілерді өзге қырынан танытып, көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін жасалды. Адема Сейфулла, Дәулет Атабаев, Ревю жаңалықтары. Милан сән апталығында әлемнің ең мықты сәнбикелері Фэнди қыз күз 2015 топтамасында бой көрсетті. Шоуды қаусырмалы, ақшыл сары пальто киген Даутсен Крез ашты. Сән әлемінде ешкімге дес бермейтін Лили Дональдсон, Джейми Бошер, Линди Уиксон сынды сұлулардың арасынан тек Кара Делавин көрінбеді. Биыл Милан сән апталығы таңғалдырудан жалықпады. Фэндиден кейін сахна төріне Роберто Кавалидің сәнбикелері шықты. Түнгі клубтағы әуендерді жаңғыртып қана қоймай, көрсетіліміне 17 жасар бойжеткен қыздарды таңдаған дизайнер қазіргі сәтте оған жалындаған жастық шақтың жетпей тұрғанын айтып ақталды. Жиналған жұрт шоуды тағатсыздана күтіп тұрған кезде маэстро соңғы әзірлік жұмыстарын жасап жатты. Қайталанбас идеясын жүзеге асыру үшін барын салған сәнгер негізгі акцентті жастық шаққа жасапты. Маған бұл идея 2-3 күннің ішінде келді. Шынайы махаббатпен жасалған дүниенің бағасын жастар береді. Себебі бұл коллекция соларға арналған. Көрсетілімде бой көрсеткен жас қыздар күрең қызыл, қыша түсті киімдермен шыққанда жиналған сәнқойлар таңданысын жасыра алмады. Жастық ұғымына қарама-қайшы келетін реңдер дизайнердің ойын айшықтап көрсете алмады. Прада болса сәнбикелерді жас ерекшелігіне емес, дене бітіміне қарап таңдады. Сән сахнасына шыққан талдырмаш сұлу қыздардың салмағы 45 килограммнан аспады. Дегенмен дизайнерлер жұртшылықтың назарын аруларға емес, топтамаға аудартуға тырысты. Миучи Прада ханым жасылды нәзік ақшыл түспен ұтымды үйлестіре білген. Пальто, спорттық шалбар, ал бейнені жай табан аяқ киіммен толықтырған сән үйі биыл осы стильмен шектелуді жөн көріпті. КВН-нің түлектері Нұртас Адамбаев пен Дәурен Айдарқұловтың арасынан қарамысық өтті. Нақтырақ айтсақ, отбасылық қос әзілгеш бір қызға ғашық болып қалса керек. Олардың сезімін селт еткізген Аружан Жазылбекова екен. Актрисаның күйеуі қайда қарап отыр деген заңды сауал туындайды. Бұл сұрақтың жауабы
келесі сюжетте баяндалады. Қос әзілкеш Дәурен Айдарқұлов пен Нұртас Адамбаевтың жолы тағы түйісті. Бірақ кездесулері КВН сахнасында емес, кино түсіру алаңында өтті. Олардың қатарында актриса Аружан Жазылбекова да бар. Мы сделаем самую лучшую свадьбу в этом городе. «Свадьба на троих» деп аталатын кино картинаның күні кеше тұсаукесері өтіп, көрсетілім алаңында шығармашылық ұжым баспасөз мәжілісін өткізді. Бұл фильмде көнеден келе жатқан қыз алып қашу дәстүрі заманауи түрде жалғасын табады. Алаяқ жігіт Азаматтың бастан кешкен оқиғалары киноның көркін қыздырған. Хорошо, что все хорошо кончается. Бұл Айдарқұловтың кино әлеміндегі алғашқы қадамы. Актердің сөзіне сенсек, кинодағы алаяқ Азамат пен өмірдегі Дәуреннің ұқсастықтары көп екен. Қыздарға қатысты кішкене шамалы аферистический движениялар болды. Бірақ Құдайға шүкір оның бәрін қойдық. Бірақ есте қалды. Соны мүмкіндігімізше еске түсіріп кинода көрсеттік. Жүрген жеріне шөп шықпайтын Азаматтың бұл фильмдегі басты серіктесі Аружан Жазылбекова сомдаған Әлия есімді бойжеткен. Бірақ кинода тәжірибесі мол Аружанның комедия жанрындағы толықметражды алғашқы фильмі. Сондықтан біраз қиындықтарды бастан кешірген екен. Көбісі комедия жанрында түсірілген фильмдерді көңілді, оңай деп ойлайды. Ал шын мәнісінде бірнеше дубльдер жасап образға ену қиынның қиыны. Қарапайым жұрт режиссерді актерлерге мінез көрсетіп, менменсініп жүретін кейіпті елестетеді. Бұл қалыптасқан образға Асқар Бейсенбин мүлдем сәйкес келмейді. Дәурен және Нұртаспен біз әрдайым әзілдесіп отырамыз. Себебі осыдан 12 жыл бұрын КВН ойнағанбыз. Соның әсері болар. Түсірілімді де көңілді өткіздік. Сонымен «Свадьба на троих» кино картинасында Азамат досы Тимурдың қалыңдығымен бақытты ғұмыр кешуге бел буады. Ал оған дейінгі қызықтардың қалай өрбитінін 5 наурыздан бастап барлық кинотеатрлардан тамашалай аласыздар. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Скарлетт Йохансонның басы дауға қалды. Осыдан біраз уақыт бұрын актрисаның әншілікке бет бұрып, The Singles тобын құрғанын айтқан болатынбыз. Дегенмен, дәл осындай атаумен 15 жыл бойы өнер көрсетіп жүрген топ Скарлетті сотқа берген көрінеді. Әнші боламын деп басып әлеге қалған Скарлетт Йохансон сот залынан бірақ шықты. Оның құрған The Singles тобы енді атауын өзгертуге мәжбүр. Дәл осындай атпен 15 жыл бұрын құрылған топ мүшелері өздерінің заңды атауларын иемденген актрисаны сотқа беріп дегеніне жетті. Алғашқы әндерін жазып қойған Скарлеттің құрамасы енді жаңа атауды ойластыру үстінде. Ал қызуғанды Наоми Кэмпбелл үнемі дау-дамайдың ортасында жүреді. Күні кеше ғана қырағы